Қайырлы күн. Бүгінгі видеода ыстық клеймен қалай жұмыс жасау керектігі туралы айтатын боламын. Ол үшін бізге осындай пистолет керек болады. Оны кез келген жерден сатып ала аласыздар. Магазиннен немесе базардан. Пистолетті тоққа қосқанда осылай қызыл свет жанып тұрады. Видеодан сіздерге қызыл свет жанып өшіп көрініп тұр. Пистолеттің басы ыстық болады. Байқаңыздар. Клейді осы жерге саласыздар. Егер сізде де менікіндей клей бітейін деп тұрса, онда осындай клейді сатып алып, ізіне жалғай аласыздар. Ішіндегі клей осы жерге дейін біткен кезде, келесісін алып, ізінен жалғауға болады. Екінші жолы бұл клейді алып, оны ыстық клеймен клейлеп, бітейін деп тұрған клейге жабыстырамыз. Клей ыстық болады, күйіп қалмаңыз, байқаңыз. Тоққа қосқаннан кейін кішкене күте тұрамыз. Енді оны қағазға жабыстырып көрейік. Басы ыстық. Қағазға жабыстырдық. Енді бұны алып қараған кезде қағазбен бірге алынып тұр. Демек, клей жақсы жабысқан деген сөз. Осылай тіреп қоюға болады. Шпажкедегі бұл фисташкелер осындай ыстық клеймен жабыстырылған. Сіз де жасап көріңіз. Егер сізге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналымызға подписаться етіп қойыңыз.